Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз жаңадан мультяжды жаңағыдай видеолар жасауды немесе PowerPoint уже ескірген, одан бөлек жаңа сайтпен сабаққа қызықты етіп презентация жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге Google платформасына кіру керек та, Canva деп жазу қажет. Canva дегенде мына бірінші canva.com деген сайтқа кіреміз. Осы жақта сізде оң жақ жоғарғы бөлігінде войти немесе регистрация деп тұрады. Мен бұл жерде уже кіргеннен кейін менің суретім жазылып көрсетіліп тұр. Бұл жерге Google сайтпен бірге кіресіз, Google сайттан кіресіз. Сосын осы жерде бірінші бетте міне өзіңізге арналған интерактивті презентация, соцсетке, Instagram секілді публикацияға, сторисқа керекті материалдар бар. Видео батырмасын бассаңыз, осы жерде дайын шаблондар болады. Осы дайын шаблондармен бірге жұмыс жасасаңыз болады, керекті емес жерлерін өзгертсеңіз болады. Мәселен, біз қазір дайын шаблонның біреуіне кіріп отырмыз. Мына жерде мини-влог деген батырмаға басып, мына сөздерді өшіріп, басына оның орнына басқасын жазсақ болады. Жоғарыдағына минуспен сөздің размерін кішірейтеміз, плюспен үлкейтеміз, текстің несін таңдаймыз, дизайнын таңдаймыз, шрифтті таңдаймыз. Шрифт ол текст шетте бола ма, оң жақтан ба, ортада бола ма, соны таңдасақ болады. Эффектін таңдасақ болады. Мынандай сөз қылып шығарған өзіңізге керек. Мынандай эффект, оны регулировать етуге болады мына жақтан. Мына жерде анимация бар. Анимацияны таңдасаңыз, мысалға мынаны таңдасаңыз, сөз қайтып шығады. Блок деген таңдасаңыз, сөз қалай шығады. Басқа объединить деген таңдасаңыз қайшы, смещениені таңдайсыз ба? Яғни өзіңіздің фантазияңызға қарап, кез келген батырмасын басып таңдай аласыз. Бұл жерде бұл біріншісі, иә? Одан кейінгісінде, мысалға, біз мына слайдты басамыз, екінші слайд. Екінші слайдты де дәл солай мына жерге текстті жазсақ болады. Мына жақта сол жағында элементі деген батырмасын бассаңыз, мына жерге өзіңізге керекті сөзді жазсаңыз, мектепке, школа, дети деп жазсаңыз, соған байланысты мысалға суреттер шығады. Осыны таңдасаңыз болады. Таңдасаңыз, мына жерге видеоға сразу ол келеді. Яғни қосылады. Болмаса, мына жерде загрузка деген батырманы басып, мен мысалы суреттер уже загрузка жасап қойғам өзімнің. Осы суретті таңдасаңыз, сурет те келеді. Мысалға, мына жерде шелекті батырмасын басып, оны өшіріп тастай аласыз, оңай қателесіп кетсеңіз. Текст батырмасын бассаңыз, осы келген страницаға мысалға текст қойғыңыз келсе, мына жақта дайын шаблондар бар, тура осылай. Мысалға, мына жерде про дегендер андай коронасымен, олар уже ақылы жүреді. Ақылының негізінде сатып алудың қажеті жоқ, тегін варианттарымен де керемет жасауға болады. Тегін варианттың өзінде де жаңағыдай жеңіл көп сізге шаблондар берілген, соны басасыз. Одан кейін мысалға жай ғана добавить основной текст десеңіз, осының орнына бүйтіп жаза берсеңіз болады. Оны да анимацияға қоссаңыз болады. Осының бәрі мына жерге қосымша плюсті басып, мысалға тағы бір страничка қоссаңыз болады. Тағы плюсті басып, тағы да бір страничка қосып, осы сияқты суреттерді шаблондардың ішінен мысалға таңдап, цветін таңдасаңыз болады мына жерде. Осының барын фантазияңызға байланысты қызықты етіп анимационный видео жасайсыз. Сосын play батырмасын басқан кезде мысалға басынан видео жазылады, көрінеді бізге. Музыкасымен жүр видео, музыкасымен уже көріп тұрсыз. Осыны аяқтап болғаннан кейін, барлығы көңіліңізден шығып, уже анимациясын барын реттеп болғаннан кейін видеоны сақтау қажет болады. Ол үшін поделиться батырмасын басасыз, атын жазсаңыз болады. И мына жерде скачать батырмасын. Скачать батырмасын басасыз. И мына жерде бізге видео MP4 вариантында берілген. Егер де сіз шаблонды жаңа видео емес, жай ғана слайдпен түрінде жасайтын болсаңыз, ол жерде PNG форматында жасасаңыз болады, немесе PDF форматында жасасаңыз болады, оны печаттау үшін. Жай ғана телефон, жаңағыдай компьютеріңізге сақтап алғыңыз келсе, сақтап алсаңыз болады. Осылай сақталғаннан кейін жаңағы астында қатарда шығады, сізде загрузка бөлімінен шығады. Сол жақтан ашып көрсете бересіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.